Армысыздар, қалдарыңыз қалай? Жеңілдетілген автонесие бағдарламасына өзгерістер енгізіліп жатқан туралы естіген боларсыздар. Дегенмен, бұл бағдарлама толық жабылады деген сөз емес. Бұны дұрыс түсіну керек. Қазір тәптіштеп, дұрыстап түсіндіріп берем, соңына дейін көріңіздер. Бүгін индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Марат Қарабаев жеңілдетілген автонесие бағдарламасына өзгеріс енгізілетін және оларға енді жеңілдетілген несиемен көлік, жеңіл көлік емес, автобустар сатып алынатын туралы айтқан. Енді халықта көбі болды, бұл бағдарлама толық жабылды, енді жеңілдетілген автонесиемен көлік алу мүмкін емес, болмайды деген ақпараттар айтылып жатыр. Дегенмен, бағдарламаның екінші бөлігі жабылады, ал бұрыннан істеп тұрғаны әлі де жалғаса береді. Қараңыздар, жеңілдетілген автонесие бағдарламасы жалпы 2015 жылдан бері жұмыс істеп тұрған бағдарлама. Оның бұрынғы қорындағы ақша 82 миллиард теңге болатын. Одан соң, мынау жасыл даму жаңа утилизациялық жасыл дамуға берілгеннен кейін оған дейін оператор РОП деген болды ғой. Оператор РОП жабылғаннан кейін оның қорында қалған ақшаның 100 миллиард теңгесі осы жеңілдетілген автонесие бағдарламасына бөлінді. 100 миллиард теңге. Оған әуелде біраз көліктерді алдық. Ол кезде естеріңізде болар, көлікке кезек болды, анау ақша тұрды, қанша уақыт игерілмей кезегі келгендер ғана алды. Одан соң бағдарламаға тағы өзгеріс енгізілді, 18 секундтың ішінде бітіп қалғанын білесіздер. Ол уже екіншісі револьверлік тәсілмен, яғни алғашқы алған адамдардың ай сайын төлеп отқан несие кредиті бар ғой, несиесі, содан жиналған ақша белгілі бір сомаға жеткеннен кейін револьверлік тәсілмен тағы да берді. Бұл екінші өзгертілген нұсқасында жаңағы компьютермен онлайн өтінім беретін бағдарламаға айналды. Бірақ бұл сол 100 миллиард теңгенің аясындағы болып жатқан бағдарлама еді. Оның жаңағы шарттары да болды ғой. Көліктің құны 15 миллионнан аспау керек, несиенің құны 10 миллионнан аспау керек, алғашқы жарна керек емес, көлік Қазақстанда құрастырылу керек деген сияқты барлық талаптар бұл жаңағы екінші жасыл дамудан бөлінген ақша арқылы жұмыс істеп тұрған. Яғни оның операторы өнеркәсіпті дамыту қоры. Бұл бағдарламаны жалпы екінші нұсқасын жаңағы қазір жабылып жатыр деп жатырмыз ғой. Соны курировать ететін дейді ғой. Соны жүргізетін өнеркәсіпті дамыту қоры деген қор бар. Сол 100 миллиард теңгенің қалай жүргізіледі, оны өтініштер қалай қабылданады, барлығын жүргізген осы қор. Ол әрине индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің нұсқауы бойынша жұмыс істеді. Енді сол 100 миллиард теңгеге алдағы уақытта жеңіл көлік емес, автобустар сатып алуға, қоғамдық көліктерді сатып алуға жұмсаймыз деп отыр. Енді қазіргі есеп бойынша, Қазақстан бойынша автобустар паркі 40-45%-ға ескі көліктер дейді, тіпті кейбір қалаларда 90%-ға дейін ескіріп кеткен дейді. Соны жаңартып беруді, автобустарды жаңартуға, яғни ол көліктерге күніне бәле миллион адам мінеді. Сондықтан бұл бір адамға бір көлік әпергеннен қарағанда қоғамдық көліктерді жаңартқанымыз дұрыс деген сияқты ақпараттар айтып жатыр. Енді бұл туралы ойымда видеоның соңында айтам. Ал жұмыс істейді деп айттым ғой жаңа несие. Жеңілдетілген автонесие бағдарламасы. Ол қалай? 2015 жылы ашылған жеңілдетілген автонесие бағдарламасы жабылған жоқ. Оны курировать ететін БРК деп айтамыз. Қазақстан даму банкі, Банк развития Қазақстана. Бұл 82 миллиард теңгесі әуелде игерілген, енді сол 82 миллиард теңгеге алынған көліктерге несиені ай сайын қайтарып жатыр. Бұл бағдарлама әлі де жұмыс істей береді. Оның өтінім қабылдау принципі де жаңағыдан басқа, оның талаптары да басқа. Онда алғашқы жарна бар, онда жаңағы 15 миллионнан аспау керек, несие 10 миллионнан аспау керек деген сияқты талаптар жоқ. Олардың талаптары мүлде бөлек. Осы бағдарлама әлі де жұмыс істей береді. Бірақ ол әуелде әр банкқа берілген. Мысалға, Халық банкқа осыншама, Форте банкқа осыншама, Центр кредитқа осыншама сомма деген сияқты берілген. Енді
қай банкқа қанша ақша жиналады. Мысалға бір банктың қорына 1 миллиард теңге жиналса, ол өзі біледі, банк шешеді. Мысалға бізге қазір 1 миллиард теңге жиналды, қазір бүгін онлайн өтініш қабылдауды ашамыз дейді, күнді белгілейді, сол күні өтініш қабылдау ашылады, және өз еріктерімен бірнеше клиентке жаңағы жеңілдетілген автонесиені беріп жібереді. Бірақ оларда міндетті түрде 20% алғашқы жарнасын төлеу керек. Осы бағдарлама ары қарайда жұмыс істей береді. Сондықтан бұл бағдарлама толық жабылды деген сөз емес. Енді менің өзімнің жеке ойым. Жеңілдетілген автонесие бағдарламасын жаңағы 100 миллиард теңге қазір автобустар аламыз деп жатқан ақшаны бұл бағдарламадан менің ойымша алып тастамау керек еді. Себебі білесіздер, қазір қазақстандықтардың көбінің қолма-қол, басым бөлігінің қолма-қол барып жаңа көлікті автосалоннан сатып алуына мүмкіндігі жоқ. Енді осы бағдарламаның аясында қаншама қазақстандық несиеге, жеңілдетілген автонесиеге барып көлік сатып алды, қазір таксовать етіп нәпақасын тауып жүр. Енді біреулер айтуы мүмкін, бұл халықты қайтадан несиеге кіргізу, олардың аузын жабу, тағы да басқа мәселелер айтылады. Енді ол әркімнің аузына қақпақ бола алмайсыз. Бірақ менің ойым, егер бұл бағдарлама болмаса, қажет болған адам, көлік алғысы келген адам жаңағы 4% емес 20%-бен 30%-бен де барып көлік алып жатыр. Каспий банкте залогқа қойып алып жатқан адамдарды өздеріңізді мен сенімдімін, білесіздер, мүмкін өзіңізде де сондай бар шығар. Бірақ ондайға алғанша жаңағы автосалоннан барып жаңа көліктерді осылай 4%-бен алғанды құп көретін адамдар жетерлік. Және мына 7 миллион, 8 миллион, 9 миллион, 10 миллионның көліктерін алып ап, күнде таксовать етеді. Оның енді бір жақсы жері, бірнеше жыл бойы аса үлкен шығындары болмайды. Егер де гарантияда тұрған кезде бұзылатын болса, оны міндетті түрде гарантиямен жасатуға болады, немесе майын ауыстырып, дөңгелектерін ауыстырып, біраз уақыт жүруге мүмкіндік береді. Сондықтан бұл жаңағы таксовать ететін адамдар үшін менің ойымша өте тиімді бағдарлама болған. Енді бұл бағдарламаны неге жаптық деген сұраққа бұл қазақстандықтардың тарапынан өте үлкен критикаға тап болды. Сондықтан бұл ары қарай жүргізу мүмкін болмады дейді. Егер критикаға тап болатын болса, яғни ол қазақстандықтардың қызығушылығы бұл бағдарламаға бар деген сөз ғой. Яғни қазақстандықтар шынымен осы бағдарлама бойынша несие алғысы келіп жатыр. 21 мың беді, қанша еді? Адам сайтқа бір мезетте кіріп өтініш беруге тырысқан дейді. Яғни осыншама адам көлік алуға тырысып отыр ғой. Яғни олар үшін қызық. Ал халыққа қызық болған бағдарламаны не үшін жабады? Керісінше біздің автопаркімізді жаңартуға, адамдарға жеңілдікпен алуға мүмкіндік беру үшін жаңа 100 миллиардтың үстіне тағы да 100, 200, 300 миллиард қосып берсе, керісінше басқа көздерін тауып мүмкін бағдарламаны ары қарай одан әрі дамытып жүргізуге жақсы болатын еді. Менің ойымша тек қана қазақстандық емес, мүмкіндік болса шетелден келген кейбір көліктерді, сұранысқа ие көліктерді, енді қымбат премиум класстардағы емес, өзге көліктерді осы бағдарлама арқылы алуға мүмкіндік берсе, көп адам қарсы болмайтын еді. Бұл енді менің жеке өз пікірім. Сіздер 4%-бен несие алар ма едіңіздер? Бұл бағдарламаның осыншалықты қиындап кеткеніне, осыншама шуға ұшырағанына қалай қарайсыздар? Әлде алып үлгердіңіздер ме? Пікірге жаза кетіңіздер. Айтпақшы, мынау ішкі істер министрлігімен бүгін келістім. Олар маған не туралы? Жеңілдікпен көліктерді, шетелде тіркелген көліктерді Қазақстанға тіркеу бойынша маңызды ақпараттар бар, соны халыққа жеткізуге атсалыссаңыз деген өтінішін білдірдім. Алдағы күндері 2-3 күнде мен олармен сұхбаттасып, нақты не білдім, қалай болады, барлығын түсіндіріп берем. Мынау 1 шілдеге дейін тіркеуге қойып үлгермеген, немесе Ресейден тіркеуден шығара алмаған адамдардың көліктерінің тағдыры ары қарай қалай болады, келесі шығарылымда болады осы туралы нақты ақпарат. Арнаға жазылып, лайк басыңыздар, келесі шығарылымды күтіңіздер, нақты ақпарат берем. Амандықта жүздесейік.